Бүгінгі күнде жер шарында адамдардың жалпы саны 7,5 миллиардты құрайды. Соның ішінде 323 миллионы Америка құрама штаттарында өмір сүреді. Өзінің 200 жылдық тарихы ішінде ақш-қа көбісінде белгілі бір стереотип қалыптасқан. Егер де сен осы елдің бір бөлшегі болсаң, біріншіден сенде міндетті түрде қару болатын еді. Себебі ақш конституциясының екінші өзгерісі осыған толық құқық береді. Бүгінгі күннің өзінде бұл елде 250 миллион суық қару ресми түрде тіркелген. Орта есеппен американдықтар жылына 22 000 километр жол жүреді. Бұл әлемдегі ең жоғарғы көрсеткіш. Осылайша олар жол көлік апаты жағынан бірінші орында. Және осы апаттардың үлкен себебінің бірі болып саналатын көлік ішіндегі тамақтану жағынан да олар бірінші орында. Мүмкін сен қассапшы болатын едің, себебі әр жыл сайын американдықтар 10 миллиард жануар еттерін тұтынады, ал бұл әлемдік тұтынатын еттің 15% болып табылады. Бірақ осыған дейін сен Макдональдста жұмыс істеп үлгеретін едің, себебі статистика көрсеткіші бойынша әр 8-ші американдық бұл мейрамханалар желісінде өмірінде бір рет болсын жұмыс істеп көрген. Сенің сүйікті сусының міндетті түрде Кока-Кола болатын еді. Орта есеппен американдықтар осы сусының жылына 400 литрін ішеді, ал бұл көрсеткіш басқа дамыған елдермен салыстырғанда 4 есеге артық. Осының барлығы ақш-ты әлемдегі қант пен зиянды тамақтарды тұтыну жағынан бірінші орын иеленуіне әкеліп соқтырады. Осылайша тұтынған өнімдері көптеген қоқыстың түзілуіне себепші болып табылады. Бір американдық жылына 729 кг қоқыс шығарады екен. Соның 544 кг болса органикалық зат қалдықтары. Ал бұл дегеніміз әлем жұртының 5% алатын ақш құрама штаттары әлемдік қоқыстың 40% өндіреді. Осылайша сен тарихта өз ізіңді қалдыратын едің. Бірақ бұл сен ойлағандай емес. Бұл экологиялық іс. Бұл біздерді ресурстармен қамтамасыз ететін және қалдықтарды сіңіретін жер аумағы. Орта есеппен американдық басқа дамыған елге қарағанда 3 есе артық өнім тұтынады, бірақ аз өнім өндіреді. Егер де барлық адамдар американдықтар сияқты өмір сүргенде, қажетті өнімдермен қамтамасыз ету үшін біздерге 4 ғаламшары қажет болатын еді. Бүгінге осы достар, егер сендерге видео ұнаса, арнаға жазылуларыңызды сұраймын.